Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге алтынды қайдан алып, қалай сақтаймыз, сол жайлы айтатын боламын. Қазақстанда алтын арзан, әлемде әлде қайда қымбат. Алтын бағасы шарықтап тұр. 5 жыл бұрын ғана 1 грамм алтын 15 мың теңге тұрса, қазір оның бағасы 48 мың теңгеден жоғары. Бұл инфляция көрсеткіші ғана емес, алтын шынымен қымбат. Қазақстандағы және әлемдегі алтын бағасы. Қазақстан ұлттық банкінің 2025 жылғы 18 наурыздағы мәліметінше 1 грамм алтын құны 48.072 теңге. Елімізде ғана емес, бүкіл әлемде оның бағасы шарықтап тұр. Әлем нарығында алтынның 1 унциясы $3000 құрайды. Демек, Қазақстанда алтын әлемдегі бағадан әлде қайда $300 арзан. Елде алтынның 1 унциясы шамамен $2700 тұрады. Алтын бағасының көтерілуіне не себеп? Байлықтың құнын жоғалтпай сақтаудың ең тиімді әдісі алтын. Оны жұрттың бәрі біледі. Әлем мемлекеттері алтын қорын құрып, байлықтың бір бөлігін сонда сақтайды. Нарық кең. Алтын құймаларының ең үлкені 300 кг, ал ең кішісі 1 грамм. Осы аралықтағы қалған құйманы сатып алуға ешкім ұрламайтын қауіпсіз жерде сақтауға да болады. Әлемде тыныштық кетіп, үш құрлық арасында сауда соғысы басталған уақытта инвесторлар таңдауды алтынға түсті. Соған байланысты баға кейінгі бірнеше айда үздіксіз көтерілді. Алтын 2023 жылдан бері тоқтаусыз қымбаттап келеді. Қазақстанда алтын көп. Біз алтынға бай өлкеде тұрамыз. Республика алтынның нақтыланған қоры бойынша әлем елдерінің бірінші ондығына кіреді. Өндірісі де едәуір ілгері. Елде 200-ге тарта алтын кені бар. Елімізде алтынның әлемдік бағадан әлде қайда арзан болуының бір себебі осыда жатыр. Алтын нарығында да бәсеке жетерлік. Бағалы құйманы қайдан алуға болады? Қазақстанда алтынды қайдан алам деп ешкім бас қатырмайды. Оны үйден шықпай-ақ онлайн сатып алуға болады. Монета түрінде де, құйма түрінде де, жарнамалардан көз сүрінеді. Алайда алтын құймасын таңдаған уақытта мұқият болған абзал. Өйткені қара базарда саудаланып жатқан алтындардың қаншалықты сапалы екенін ешкім кепілдік бере алмайды. Сол себепті ұлттық банк аффинирленген алтын құймасының саудасын жүргізген қаржы мемлекеттерінің тізімін дайындады. Ұлттық банк пен теңге сарайы 4-9 сынамасы бар алтын құймаларының жоғарғы сапасында кепілдік береді. Сапалы алтын құймаларын сату және кері сатып алуға құзыретті мекемелер: Қазақстан Халық банкі, Еуразиялық банк, Жусан банк, Банк Центр кредит. Уәкілетті ұйымдар банктік емес айырбастау пункттері. Қаржы мекемелері аффинирленген алтын құймаларын 5 түрде ұсынады: 5, 10, 20, 50 және 100 грамм. Алтын құймасын кімдер сатып ала алады? Табыс және салық. Қазақстанда алтын құймаларын резиденттер де, резидент еместер де сатып ала алады. Жеке тұлғаларға, заңды тұлғаларға да рұқсат. Заңды тұлға алтын құймасына алу үшін банкте шот болуы міндетті. Қазір алтынды онлайн сатып алып қана қоймай, сол жерде сақтауға, кейін банкке қайта сатуға да болады. Егер сіз алтынды арзанға сатып алып, қымбаттаған уақытта қайта сатар болсаңыз, онда үстінен түскен табыстан салық төлейсіз. Алтын Қазақстанның ірі қалаларының бәрінде сатылады. Алтынды шетелге шығаруға бола ма? 2022 жылғы президент жарлығына сәйкес, ұлттық банк шығарған аффинирленген алтын құймаларын, алтын және күміс монеталарды, сонымен бірге 100 граммнан асатын алтынды Қазақстаннан тыс жерге шығаруға тыйым салынады. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.